Баршаңызға сәлем, арнама қош келіпсіздер, сіздермен бірге Диана. Бүгінгі видеода біз сіздермен осындай баклажандан дәмі өте керемет болатын салат дайындаймыз. 1 килограмм баклажанды алып, осыны кесіп аршып аламыз және өзімізге ыңғайлы формада етіп кесіп аламыз. Мен осындай ұзыншақ етіп турадым. Қатты ұсақтап жібермеңіздер. Барлығын турап алып, ыдысымызға салып, үстінен 1 ас қасық тұз салып, жақсылап араластырып, 30 минутке алып қоямыз. Осылай жарты сағаттан соң үстіне мұздай суды қойып, бір шайып жіберіп, жақсылап суымыздан сығып аламыз баклажандарымызды. Тәпемізге май құйып аламыз. Шамамен 50-60 мл май құйып, тәпемізді қыздырамыз және жоғары отта баклажандарымызды сарғыш түске енгенге дейін қуырып аламыз. Шамамен 2-2,5 минут шамасында қуырылды. Менде осындай баклажандарым. Ыдысқа салып аламыз. Қалған баклажандардың барлығын сөйтіп қуырып аламыз. Баклажандарым шамалы суығанға дейін ішінде осындай тәтті бұрышымызды соломка етіп турап аламын. Үлкенде ыдысымызға шамалы суылған баклажандарымызды салып, үстінен туралған болгар бұрышын саламыз және осындай мен бір қызанақ істеттім. Ұзыншақ етіп турап аламыз. Сарымсақты дәмге қарай қосасыздар. Мен осындай көптеу болуын қаладым. Және үстінен 1 ас қасық құмшекер, бұл міндетті түрде, жарты шай қасық тұз, себебі осындай баклажандарымыз басында шамалы тұздалған еді. Және 1 ас қасық соя, 1 шай қасық паприка және 1 шай қасық уксус эссенциясы 70%. Барлығын бір араластырып жіберіп, дәмге қарай қосасыздар. Менде шамалы уксусым аздау болды, кейіннен тағы да азырақ қосып жібердім. Үстіне өздеріңіз қалаған зелень қоссаңыздар болады. Мен бұяқта көк пияз бен укроп қолдандым. Және ішіне кинза салсаңыздар өте әдемі дәм береді. Салатымыз жақсылап араластырып болған соң, үстіне әші бұрышымызды салып, тарелкаларға салып, дастарханға тартамыз. Мінекей осымен салатымыз дайын. Бұл өте дәмді, дәмі өте керемет, толық сенімділікпен айта аламын. Видеом ұнаған болса лайк басып, арнамды қолдап кетіңіздер. Ал арнама тіркелмеген болсаңыздар, подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, жаңа шыққан видеоларымды өткізіп алмай көресіздер. Сіздермен бірге болған Диана. Аман сау болыңыздар.